Бүгін тәуелдік есімдіктер жайлы айтатын боламыз, Тәуелдік есімдіктер дегеніміз не? Тәуелдік есімдіктер дегеніміз белгілі бір заттың бір адамға тәуелді екенін көрсетуі. Яғни, менікі, сенікі, оныкі, мысалы, менің кітабым, оның кітабы, біздің кітаптарымыз, белгілі бір заттың белгілі бір адамға тәуелді екенін көрсетуі. Сол. Ең біріншісі менің кітабым қалай болады? My book. Қайталаймыз. My book. Сенің кітабың. Your book. Your book. Оның кітабы ер адамдікі. His book. His book. Қайталаймыз. Қыздікі, оның кітабы. Орысша ее книга. Her book. Her book. Біздің кітаптарымыз. Біздің кітаптарымыз. Our book. Our book. Сендердің кітаптарын. Your book. Your book. Байқасаңыз, сенің кітабың дегенге екеуі бірдей жазылады. Олардың кітаптары. Their book. Their book. Олардың кітаптарын. Окей, good. Ал енді, қалай болады? Адамның атына Алинұрдың кітабы. Алинұрдың кітабы деп айту үшін аттың жанына апостроф қоямыз да S. Алинұр's book. Алинұр's book. Мадинаның кітабы. Мадинас book. Осындай жоғары жақтан үтір қоямыз да S қосамыз. Сонымен қоса, бірақ көпше түрде болса, зат есім көпше түрде болса, мысалы, students, студенттердің кітаптары. Students book. Яғни, тағыдан бұлай жазбаймыз, сыртынан S ішіне кір кетеді. Қайта, students book. Сіздің есіңізде жақсы қалу үшін, маған кез келген ұнаған осы. Қай есімдік саған ұнады? Сон ұнаған екеу-үшеуін астына жазып кет. Менің кітабым, оның кітабы деген. Егер де пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазыңыздар. Бұл менің ары қарай осы YouTube каналымды жүргізуге мотивация беретін болады.